Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Айгерім Батырхан. Что видео түсіргеннен кейін енді өзім жайлы таныстырып өтейін дедім. Мен өзім Русское радиода жұмыс істеймін. Қазір мен сіздерге жұмыс орнымды көрсетемін. Кеттік, менімен бірге болыңыздар. 6-шы этаж, Алмамеда холдингта. Бұл жерде Европа Плюс. Привет! Здравствуйте, это Гульбахор Хасанова. Очень приятно. Тут, знаете, просто так не выпускают и не пускают в здание. Тут обязательно должны быть пропуски. Вот такие, сейчас покажу. Вот такие. Тогда могу сказать пока-пока. Арғы жақта Ретро FM. Арғы жақта Ретро FM. Ал меня мына жерде Русское радио. Бұл жерде міне офис менеджерлеріміз және офис адамдарымыз отырады. Ал бұл жерде жаңағы біздің журналистер және де студиямыз. Жүріңіздер. Офисіміз бұл біздің редакторлар отыратын жер. Мен өзімнің столымды көрсетемін. Жүріңіздер, қараңыздар. Мен мына жерде мен отырып жаңалықтар дайындаймын. Көріп тұрғандай, өте керемет бүгін біздің ауа райымыз. Жүріңіздер, енді мен сіздерге ақырындап студияны көрсетемін, бірақ студияға кіруге болмайды. Өйткені адамдарға себебі қазір ол жерде сығалап қана кіруге болады. Бұл жерде қазір назым отыр. Русское радиодан шықтық, енді менің келесі жұмыс орнымды көрсетейін, ол НТК арнасы. Кеттік! Айтып өтсем, бұл НТК арнасында мен 7-8 жыл бойы қызмет еттім. Ревью бағдарламасында, Бокс бағдарламасында, және эксклюзив бағдарламасында, түрлі бағдарламаларда қызмет еттім. Міне НТК арнасына қош келдіңіздер. Бұл 5-ші этажда орналасқан. Алмамеда холдингта менің білуімше 4-ші этажда Караван, 3-ші этажда КТК арнасы, ал міне 5-ші этажда НТК арнасы. Бұл НТК арнасы өте керемет канал. Бұл менің ең бірінші білім алған, ең бірінші тәжірибе алған жерім. Сондықтан бұл жердің өте қатты жақсы көремін. Сонымен болды, менің турым осымен бітеді. Менің каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар, сол кезде түрлі журналистердің және де түрлі арналардың қызықты жаңалықтарымен және қалай ол жерде жұмыс істеуге болады, қалай тележурналист, тележүргізуші болуға болады және басқа да қызықты жаңалықтармен бөлісіп отыратын боламын. Сондықтан менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар және де осы бағдарламаға, осы хабарыма лайк басыңыздар, сол кезде сау болыңыздар.